Ресейдің түнде жасаған зымыран және дрон шабуылдарының салдарынан Киев пен оған жақын аймақта кемінде 15 адам қаза тауып, ондаған адам жараланды. Бұл соңғы апталардағы Украина астанасына жасалған ең ірі шабуылдардың бірі болды. Аймақ билігінің мәліметінше, тұрғын үйлер мен қоймаларға жасалған соққылардан кейін қала маңында 14 адам, ал Киев қаласының орталық бөлігінде бір адам қаза тапқан. Сонымен қатар Украина күштері Ресей аумағының терең аймақтарына ауқымды шабуылдар жасады. Ресей билігі тек Тула облысының аумағында 107 дрон жойылғанын хабарлады. Құлаған дрон бөлшектері Wildberries компаниясына тиесілі нысандарда өрт шығарған. Біріккен ұлттар ұйым бақылаушылары 2022 жылы соғыс басталғаннан бері азаматтар арасындағы шығын ең жоғары деңгейге жеткенін ескертті. Украина президенті Владимир Зеленский ақш президенті Дональд Трамптан Патриот зымырандарын ел ішінде өндіруге лицензия беруді сұрады. Ол әуе қорғанысындағы тапшылық Ресейдің жаңа шабуылдарын жасауына тікелей мүмкіндік беріп отырғанын айтты.